Сәлем достар, біздің парақшамызға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Түймедақ ромашка өте пайдалы өсімдіктердің бірі. Себебі оның гүлінде адам ағзасына оң әсер беретін эфир майы бар. Түймедақ гүлін іш кебу, іш өту, іштің түйіліп ауруында, асқазан жарасында, ас қорыту бұзылысында қолданылады. Сонымен қатар оның тұнбасымен тұмауды, баспаны емдеп жазуға болады. Түймедақ жүйке жүйені тыныштандыратын ең таптырмас емдік шөптердің бірі. Ұйқыға жатар алдын түймедақтан демделген бір шыны шайдың өзі шашауды басып, тыныш ұйықтауға ықпал етеді. Тыныштандыратын шай. Бұл шайды дайындау үшін түймедақ гүлдерінің бір шай қасығын бір стакан қайнаған сумен араластыру керек. Бір сағат тұндырып қойып, ұйқыға шыққанда немесе қатты шаршағанда бір шай қасық бал қосып, төсекке жатар алдында қабылдаса, түнгі ұйқыңыз тыныш, ал таңертең сергіп оянасыз. Қызыл иек қабынуында түймедақ гүлі мен қырмызы шөптерінен бір шай қасығын алып, үстінен жарты литр су құю керек. Сонан соң 30 минут тұндырып, қызыл иек қабынғанда күніне 5-6 рет осы тұнбамен шаясыз. Ангинаға қарсы түймедақ гүлінің бір стакан қайнаған суын демдейсіз. Сонан соң 20 минут тұндырып, дайын тұнбамен тамақты күніне бірнеше рет шаю керек. Басқа өсімдіктер сияқты түймедақты да пайдасымен қатар залал келтіретін тұстары да бар. Мысалы, түймедақтан дайындалған шайды немесе тұнбаны аяғы ауыр әйелдердің ішуіне мүлде болмайды. Құрметті оқырмандар, дәрігеріңізбен кеңесуге ерінбеңіз.